Баршаңызға ассалаумалейкум, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге баклажан қосылған қыстық салат дайындайтын боламыз. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, жанындағы қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар. Бүгін жасайтын қыстық салатымызға бізге баклажан қажет болады. Болгар бұрышы, сәбіз, барлығын алдын ала жуып тазалап алдым. Осындай міне 4 дана пияз, сарымсақ керек. Қызанақ қажет болады. Күнбағыс майы, қант, тұз және де уксус 9% болу керек. Сонымен қатар қара бұрыш пен осындай міне лавр жапырағы қажет болады. Біз ең бірінші сәбізімізді осылай міне дөңгелек етіп жұқа турап аламыз. Қатты қалың болмау керек. Қазір көрсем қандай қалыңдықта болу керек екендігін. Осындай қалыңдықта сесеңіздер болады. Менде көріп тұрғандарыңызда өте қатты үлкен сәбіз емес, кішкентай 4 сәбіз алдым. Егер сіздерде орташа көлемдегі сәбіз болатын болса, 2 данасын алсаңыздар, сол жеткілікті болады. Бізде болгар бұрышы, болгар бұрышын алдын ала тазалап аласыздар. Ішін барлығын жақсылап тазалап. Енді қазір бұны біз жұқа соломка, яғни таяқша ретінде кесіп аламыз. Міне осылай кесе берсеңіздер болады. Міне қатты қалың емес, осылай жұқа. Келесі кезекте бізде сарымсақ, орташа келген көлемдегі бір сарымсақтарды, яғни чеснокты осылай міне жұқа етіп турап аласыздар. Енді пиязымызды турап аламыз. Пиязда менде орташа көлемдегі 4 дана пияз, ортасына теңге бөлемін. Және де осылай міне жартылай сақиналап жұқа етіп тураймын. Баклажан. Баклажан осылай арт жағын, шет жағын алып тастаймыз. Енді қараңыздар. Егер үлкен болса 3-ке бөлесіздер, орташа болса 2-ке бөлесіздер. Осылайна міне ұзынша етіп турайсыздар. Таяқша сияқты. Міне баклажанның барлығын осылай турап дайындап алдым. Қызанақты негізі ет тартқыштан өткізіп дұрыс болады. Болмай қалған жағдайда блендермен істеуге де болады. Бірақ менде қазіргі кезде екеуі де жоқ. Сол себептен мен оларды сақтап турай саламын қызанақтың барлығын. Осылай ұсақ етіп турап аламын. Барлығын турап дайындап алдық. Енді бірінші кезекте кастрюлемізге күнбағыс майын құямыз. Күнбағыс майы бізде 200 мг болуы керек. Майымыз ысығаннан кейін үстіне ең бірінші пиязымызды саламыз. Кейін сарымсағымызды саламыз. Келесі кезекте сәбізімізді саламыз. Болгар бұрышын салып аламыз. Тұз және де қантымызды саламыз. Енді осының барлығын жақсылап араластырамыз. Үстіне қазір қара бұрыш пен душисті перец дейді, соны салып, және де лавр жапырағынан 3 дана саламыз. Жақсылап тұрып араластырамыз. Келесі кезекте үстіне баклажанымызды саламыз. Үсті көп сияқты толып тұрады, бірақ бізде қазір кеністеріміздің барлығы піскеннен кейін өзінің салмағы азаяды, көлемі азаяды. Қызанағымызды саламыз. Тоқты барлық жерін жауып тұратындай етіп салу керек. Барлығын араластырамыз. Негізі баклажан қосылған қыстық салатты әркім әртүрлі етіп жасайды. Сіз қандай әдіспен жасайсыздар, төмендегі комментарий бөліміне жазып өтсеңіздер болады. Сонымен қатар мен YouTube парақшамнан қысқа арналған көптеген банка жабу әдістерін таба аласыздар. Сол үшін парақшама тіркелеп алыңыздар. Енді максималды оттың қызуында қақпағын жауып 25-30 минут шамасында қайнатамыз. Яғни қайнаған уақытынан бастап уақытты санайсыздар. Үстіне 50 мг уксус қосамыз, 9%. Одан көп пайыз керек емес, тек 9%-дан қосасыздар. Сосын бір рет араластырып аламыз. Араластырып болғаннан кейін қақпағын жауып 5 минуттай ғана қайнатамыз. Енді дайын болған салаттарымызды банкамызға құятын боламыз. Мен банкалардың барлығын алдын ала стерилизация жасап алдым. Стерилизация қалай жасалу жолын төмендегі описание бөліміне ссылка қалдырып кетемін. Сол ссылка арқылы өтіп көрсеңіздер болады. Немесе ең оңай әдісі дәріханада сатылатын спиртпен сүртіп алсаңыздар болады. Толықтай салып болғаннан кейін қақпағын жақсылап арнайы құрылғымен осылайынан қаттырып бұрап аласыздар. Енді қыздар қараңыздар, банкамызды төмен қарай қаратып, бетін жауып болғаннан кейін осылайынан жылы жерге келесі күнге дейін үстіп жауып қоямыз. Міне біздің қыстық баклажан қосылған салатымыз дайын. Кез келген ыстық тағам түрлерімен, тіпті нанмен де жеуге беруге болады. Өте дәмді әрі пайдалы. Қазақ тіліндегі YouTube каналының дамуысына өз үлестеріңізді қосып, каналыма тіркеліп қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар.